Сәлем, құрметті YouTube оқырмандарым. Мен бүгін сіздерге кәдімгі бақбақтың 15 қасиетін айтатын боламын. Бақбақ өсімдігі жапырағы мен тамыры қан азайғанда, бүйрек ауруларына ұшырағанда, ревматизммен, жүйке ауруымен ауырғанда, сондай-ақ уық, сары ауру, қуық тасы, асқазан қабынуы, тігіс ішектің қабынуы, өт жолдарының қабынуы, іш қату, тігіс ішектің қабынуы, көк тамыр кеңейіп, қан түйіндері көбейгенде науқастарға таптырмайтын дәрі ретінде пайдаланылады. Өсімдіктің жас жапырағын витаминге бай салат жасайды, ал құрғақ тамыры тәбет ашады, ас қорытуды жақсартады және ауырған кезде тыныштандыратын ем ретінде де қолдануға болады. Кәдімгі бақбақ гүлшоғыры мен жапырағында каротин, дәрумендер, С, А, В3, никотин қышқылы, сапониндер, жапырағында кальций, магний, марганец, темір, фосфор бар. Тамырында инулин 24%, каучук майлары болады. Бақбақтың өне бойында сүт шырыны бар. Тамырын қазып алу мерзімі ол күз айымен өсімдік қураған кезде және ерте көктемде бақбақ гүлдегенге дейін осы тамырын қазып алуға болады. Тамырының өзі 18 ауруға ем. Егер каналымдағы ақпарат ұнаған болса, каналыма тіркеліп, лайк, комментарий қалдырып кетіңіздер.